Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қазіргі қоғам, көші-қон және зияткерлік миграция бөліміндегі көші-қон әлеуметтік құбылыс тақырыбы. Сабақтың оқу мақсаты: мәтін құрылымын сақтай отырып, әртүрлі графиктік мәтіндегі деректерді салыстырып, маңызды тұстар мен үрдістерді талдап жазу, өзіндік тұжырым жасау. Мәтіндегі негізгі ойды анықтау, берілген мәліметтер мен пікірлерді өңдеу және толықтыру. Бағалау критерийлері: мәтін құрылымын сақтайды, әртүрлі графиктік мәтіндегі деректерді салыстырады, маңызды тұстары мен үрдістерді талдап жазады, өзіндік тұжырым жасайды, мәтіндегі негізгі ойды анықтайды, берілген мәліметтер мен пікірлерді өңдейді, толықтырады. Енді жазылым алды тапсырмаға мән берейік, балалар. Төмендегі сұрақтарға жауап беру арқылы біз бүгінгі сабақтағы жазылым тапсырмасына дайындық жүргіземіз. Бірінші сұрақ: көші-қон деген не? Екінші сұрақ: миграция сөзі нені білдіреді? Үшінші сұрақ: Қазақстандағы демография туралы не білесің? Біздің бүгінгі сабақтағы тапсырмалар реті осы сұрақтар төңірегінде іске асады. Енді бірінші тапсырмаға мән береміз, оқушылар. Сіздердің алдарыңызда сурет берілген. Бұл суретте Қазақстандағы миграция туралы жазба деректер берілген. Осы деректерге, мәліметтерге сүйене отырып, сіздер сөз мәтінін жазасыздар. Тапсырманың дескрипторы: мәтін құрылымын сақтайды, графиктік мәтіндегі деректерді салыстырады, маңызды тұстары мен үрдістерді талдап жазады, өзіндік тұжырым жасайды. Ойымызды жинақтап, санмен берілген деректерге мән береміз. Графиктің маңызды тұстары мен үрдістерін талдап жазуға тырысыңыздар. Дескрипторды ескеріп отырыңыздар. Енді өзіміздің жауабымызды дұрыс жауаппен салыстырып көрейік. Қазақстандағы миграция. Миграция бұл халықтар арасындағы жер аудару немесе тұрғылықты мекен жайын ауыстыру процесі. 2009-18 жылдар аралығындағы көрсеткіш бойынша Қазақстанның көші-қон мәселесіне тоқталып көрейік. 2009-дан 2011 жылға дейін Қазақстанға көшіп келушілер саны көп. 2012 жылдан бастап 2018-ге дейін керісінше көшіп кетушілер саны артқан. 2009 жылмен салыстырғанда 2018 жылы елімізден көшіп кеткендердің саны 13 есеге артып отыр. Халық санының төмендеуіне бұл ерекше ықпалын тигізіп отыр. Бұл мемлекет тарапынан бақылауға алынбаса, тағы 10 жылдан соң үлкен проблемаға айналуы мүмкін. Қазір ақпарат көздеріне сүйенер болсақ, елімізден шетел асып, жұмыс істеп, қаражат табуға кетіп жатқан жастар өте көп екен. Бұл проблеманың алдын алу үшін мемлекет тарапынан жұмыссыздықты жоюдың алдын алу бойынша арнайы бағдарлама қабылдау керек деп ойлаймын. Өйткені халық саны мемлекет үшін маңызды мәселе. Жарайсыздар, оқушылар, біз графиктік мәтін бойынша сөз мәтінін құрастырып жаздық. Енді келесі тапсырмаға мән беріңіздер. Сіздерге мәтін берілген. Осы мәтін бойынша төмендегі дескрипторға сәйкес тапсырманы орындап шығыңыздар. Мәтіндегі негізгі ойды анықтайды, берілген мәліметтер мен пікірлерді өңдейді, толықтырады. Демек, сіздер мәтінді оқып шығып, осы мәтіндегі негізгі деректерді жинақтап,
мәтінді қысқартасыздар және мәтіндегі негізгі ойды анықтап, өз тараптарыңыздан білдіресіздер. Жақсы, енді жауабымызды тексеріп көрейік. 2018 жылы Қазақстан Республикасының халық саны 18.272.400 адам. Қала мен ауылды салыстырғанда қала азаматтарының саны көп. Мәтінде халық санын көбейтудің екі жолы бар екені айтылған. Оның бірі табиғи өсім болса, екіншісі шетелдегі қандастарымызды елге қайтару. Екінші мәселе бойынша біз тек халық санын ғана көбейтпейміз. Соның ішінде қазақ ұлтының да санын арттырамыз. Жалпы демография мәселесі мемлекет үшін барлық уақытта маңызды екенін есте ұстау керек. Мәтіндегі негізгі ой осыны меңзейді. Жарайсыздар оқушылар, біз мәтіндегі негізгі ойды анықтадық, берілген мәліметтер мен пікірлерді өңдеп, жинақтап жаздық, өз ойымызбен толықтырдық. Қорытынды. Біз бүгінгі сабақта мәтін құрылымын сақтай отырып графиктік мәтіндегі деректерді салыстырдық, маңызды тұстары мен үрдістерді талдап жаздық, өзіндік тұжырым жасадық, мәтіндегі негізгі ойды анықтап, берілген мәліметтер мен пікірлерді өңдедік, жинақтадық, өз тарапымыздан толықтырдық. Оқу тапсырмасы. Қазақстандағы ішкі көші-қон мәселесі туралы ақпарат жинап, жазыңыз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.